Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және өте тойымды салаттардың бірі оливье салатын дайындайтын боламыз. Және бұл салаттың құрамы барлықтарыңызға белгілі. Сонымен бастаймыз. Алдымен қайнататын заттарымызды пісіріп аламыз. Ал енді қажет заттар бұл картоп, сәбіз, жұмыртқа, колбаса, горох және маринадталған қияр. Сонымен барлық заттарымызды енді 4 бұрышты қылып турап аламыз. Мен орташа қылып турадым, қалауларыңызға қарай үлкен, кіші қылып турай берсеңіздер болады. Және оливье салатқа бүгін мен колбаса қосамын. Колбасаның орнына ет қолдансаңыздар да болады. Кәдімгі сиырдың етін қайнатып пісіріп алған соң колбасаға қоссаңыздар, ол да ерекше қылады дәмін. Осылай барлық заттарымызды турап ыдысқа салып аламыз. Қалған картоптарымызды осылай 4 бұрышты қылып турап аламыз және одан соң сәбіз, колбаса, жұмыртқа, соның барлығын дәл видеодағыдай турап аламыз. Оливьенің жасалу жолы, құрамы барлықтарыңызға белгілі, бірақ әр салаттың жасалу жолы әркімдікі әрқалай болады. Менде бұнда оливье салатқа горохтың өзін ғана қоспаймын. Горохтың суын да араластырам. Толық барлық суын емес, жартысын төгіп тастап, жартысы қалады. Горохтың суын қосқан соң салатымыз құрғақ болып қалмайды. Кішкене сулылау болады. Немесе горохтың суы болмаса, маринадталған қиярдың суын қосып жіберсеңіздер болады. Қиярдың суын қосқаннан соң тұз дәміне қарай қосудың қажеті жоқ. Жұмыртқамызды дәл осылай турап аламыз және салатымыздың үстіне саламыз және горохымызды, қиярымызды да турап салып аламыз. Барлық заттарды турап салған соң майонез саламыз және жақсылап араластырамыз. Сосын дәміне қарай тұз қосып, араластырып, дастарханымызға қоя берсек болады. Салатымыз дайын болды. Салат өте дәмді, тойымды болып шығады. Осындай салқын күнде барлығы ұнатып жейтін салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар және осы видео ұнаған болса, каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.